Сәлем достар, бүгін біздер яблочный пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен салқындатылған туралған сары майды ұнға салып, крошка дайындаймыз. Крошкамыз осындай болады. Дайын болған крошкамызға жұмыртқаны, тұзды және де суды немесе сүтті қоссаңыз болады. Мен сүт қостым. Содан соң қаттылап илеп, қатты қамыр дайындап аласыз. Бізде осындай қамыр пайда болады. Қаттылығы осындай болу керек. Дайын болған қамырды холодильникке салып, керек емес, бірден пирог дайындап кетесіз. Осындай қамыр пайда болады. Дайын болған қамырды пергамент қағазына төсеп, оқтаумен жайып аламыз. Өзіңізге керекті пішінде дөңгелектеп, жайып, содан соң кесіп алатын боламыз. Мен дөңгелектеп кесіп алдым осындай пішінде. Содан соң қалған бөлігін алып қоямыз. Бетін жабуға керек болады. Және де әрі қарай қамырымды жұқалау жетіп жаямын. Қамыры қатты қалың болмау керек, осындай мөлшерде. Қатты жұқада қылмаңыз. Содан соң бетіне алманы, туралған алмаларды текшелеп қоямыз. Арасына қантты себелеп отырамыз. Өз қалауларыңыз бойынша корица қолдансаңыздар болады. Мен қантты көз мөлшерінде салдым. Себебі алманың өзі тәтті болғандықтан мен қантты аса көп сала қоймадым. Осылай етіп себелеп аламыз. Содан соң бетін жауатын қамырды жайып аламыз. Жайып алған қамырымызға әсемдейміз. Мен түрлі насатканы қолданып, кішкентай насаткамен бетін әдеміледім. Сіздер де өз қалауларыңыз бойынша әдемілеріңізге болады. Дайын болған қамырымызды осылай етіп бетін жабамыз пирогымыздың. Өзіңіз бойынша, өзіңіздің қалаңыз бойынша әдемілейміз. Және де бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, қызып тұрған пеште пісіріп аламыз, сары түсті болғанша. Әр пештің минуты әртүрлі болғандықтан қарап отырыңыздар. Жоқ дегенде 20 минутта піседі. Менің пешімде 180 градуста 20 минутта дайын болды. Ал қараңыздар, керемет, алтын түсті, өте дәмді, нәзік пирог дайын болды. Ас болсын, міндетті түрде дайындап көріңіз.